Енді бір мүшелермен қатар жүретін басқа бір тақырыпқа өтейік. Ол алгебраның маңызды бөліктерінің бірі көп мүшелер деп аталады. Көп мүше дегеніміз бірнеше бір мүшелерден құралған өрнек. Демек, басқа сөзбен айтқанда, бірнеше бір мүшенің қосындысы. Мысалы, бізге келесі көп мүше берілсін. 2ax квадрат қосылған by квадрат минус x қосылған 7y минус 9. Бұл көп мүше, өйткені оның құрамында бірнеше бөлек бір мүшелер бар. Оларды атап өтетін болсақ, ең біріншісі 2ax квадрат, екіншісі by квадрат, үшіншісі минус x, төртіншісі 7y, және соңғысы минус 9. Барлығы бір мүшелер болып табылады. Және оларды қоса отырып, бізде беріліп тұрған көп мүше шықты. Ал енді тақырыпқа тереңірек үңілу үшін, біз көп мүшеге қатысты басқа да ұғымдарды қарастырып көрейік. Демек, қазір біз көп мүшенің стандарт түрі деген ұғыммен танысып аламыз. Бір мүше сияқты көп мүшенің де стандарт түрі болады. Оның анықтамасы келесідей. Стандарт түрдегі көп мүше деп, құрамында ұқсас бір мүшелері жоқ көп мүшені атаймыз. Түсініксіз болса, қазір мысал негізінде көрсететін болам. Мысалы, 2x квадрат, y куб қосылған 5x-тің 4-ші дәрежесі, алу 3y-тің 4-ші дәрежесі, алу 3x куб, алынған 4x квадрат y, қосылған 5xy, қосылған 7y, алынған 9. Бұл ұзын көп мүше стандарт түрге келтірілген. Себебі осы көп мүшеде ұқсас бір мүшелер жоқ. Оны өздерің видеоны стопқа қойып тексере аласыңыздар. Ал егер ұқсас бір мүшелері бар болса, онда сол көп мүше қалай аталады? Және қалай ғана стандарт түрге келтіреміз деген сұрақ пайда болуы мүмкін. Осы сұрақтарға келесі мысал арқылы жауап беретін болам. Мысалы, 5x-тің 4-ші дәрежесі қосылған 2x квадрат y қосылған y куб, алу 3yx квадрат, алынған 5 деген көп мүше берілсін. Бұл көп мүше стандарт түрге келтірілмеген. Өйткені арасында ұқсас мүшелері бар. Сондықтан ол стандарт түрдегі көп мүше емес. Дегенмен, оны стандарт түрге келтіру қиын емес. Ол үшін ең алдымен ұқсас бір мүшелерін тауып алайық. Ол 2x квадрат y және екіншісі минус 3yx квадрат. Екеуінің ұқсастығын байқау үшін екі бір мүшені де стандарт түрге келтіруге болады. Егер 2x квадрат y онша өзгермесе, 3yx квадраттың стандарт түрдегі формасы 3x квадрат y болады. Сонда екеуінде де x квадрат y болуы оларды ұқсас бір мүшелер қылады. Көп мүшені стандарт түрге келтіру үшін біз ұқсас бір мүшелерден құтылуымыз керек. Оны жасау үшін біз ұқсас мүшелерді бір-біріне қосуымыз қажет. Сонда нәтижесінде бізде келесі көп мүше шығады. 5x-тің 4-ші дәрежесі азайту x квадрат y қосылған y куб азайтылған 5. Бұл көп мүше стандарт түрде берілген. Ал осы жерде тұрған x квадрат y бұл екі ұқсас бір мүшенің қосындысынан шыққан бір мүше болып табылады. Көп мүшелерге қатысты тағы бір маңызды тақырыптардың бірі ол көп мүшенің дәрежесі. Анықтама бойынша көп мүшенің дәрежесі деп, сол көп мүшенің құрамына кіретін бір мүшелер арасындағы ең үлкен дәрежесін атаймыз. Мысалға кірісетін болсақ, бізге келесі көп мүше берілсін делік. 2yx қосылған 5yx минус 5. Енді әрбір бір мүшенің дәрежесін қарап көрейік. Бірінші бір мүшенің y пен x-і әрбіреуі тек 1 дәрежені береді, қосқанда 2. Екінші бір мүшеде y-тің квадратынан 2, x-тен 1 дәреже, демек қосқанда 3 шығады, ал минус 5 бос мүше, оның дәрежесі жоқ. 2 мен 3-тің арасынан ең үлкен сан, демек ең үлкен дәрежесі 3 болып табылады. Сәйкесінше, берілген көп мүшенің дәрежесі де 3-ке тең.
Және бүгінге соңғы қарастыратын тақырыбымыз ол көп мүшелерге амалдарды қолдану. Нақтырақ айтқанда, көп мүшелерді бір-біріне қосу және бір-бірінен азайту. Ол үшін қазір көрсететін екі көп мүшені қосып нәтижесін қарап көрейік. Ең алдымен біз қосудан бастайық. Бірінші көп мүшеміз ол 3а куб минус 5а квадрат б қосылған 7аб квадрат қосылған б куб. Ал екінші көп мүше минус 5а куб минус 6аб квадрат қосылған 4б куб. Енді қосудың өзіне кірісетін болсақ, жақша арқылы ең алдымен екі көп мүшені белгілеп, арасына қосу таңбасын қояйық. Көп мүшелерді жақшаларға орналастырудың себебі бізге ыңғайлырақ болу үшін. Демек, бірінші жақшада бізде бірінші көп мүшеміз, екінші жақшада екінші көп мүше. Енді жақшаны ашатын болсақ, түгелімен екі көп мүшені көшірейік. Демек, 3а куб минус 5а квадрат б қосылған 7аб квадрат қосылған б куб. Алу 5а куб, алу 6аб квадрат, қосу 4б куб. Енді екі көп мүшені қосу үшін арасындағы ұқсас бір мүшелерді тауып алуымыз керек. Шыны керек, осы ұқсас бір мүшелерді анықтап белгілеуге ең ыңғайлы тәсіл қалам не қарындашпен астын бірнеше рет сызып отыру немесе белгілеу. Одан кейін сәйкес бір мүшелерді бір-біріне қосуға болады. Осы жердегі ұқсас бір мүшелердің мысалына 3а куб пен минус 5а кубты келтіруге болады. Олардың асты ақ түспен сызылған. Минус 2а куб минус 5а квадрат б. Минус 5а квадраттың а квадрат б-ның өзі барады, өйткені оның ұқсас мүшесі жоқ. Одан кейін аб квадрат қосылған 5б куб. Көп мүшелерді азайтуға да болады. Ол үшін айтсам, қосу тәсіліне өте ұқсас. Дегенмен, онды мысал негізінде қарастырып көрейік. Бізге 6х квадрат минус 2х қосылған 5 деген көп мүшеден 3х квадрат минус 2х қосылған 1 көп мүшесін азайту керек. Енді шығарудың өзіне көшетін болсақ, әрбір көп мүшені жақшаның ішіне жазып, арасына азайту таңбасын қойып кетейік. Демек, бірінші жақшада бірінші көп мүше, екінші жақшада екінші көп мүше. Одан кейін жақшаны ашу. Бұл жердегі алдыңғы мысалдан ерекшелік, жақша алдындағы минус таңбасы жақша ішіндегі әр бір мүшенің таңбасын өзгертпек. Демек, екінші жақшада 3х квадрат минус 2х қосылған 1 деген көп мүше болса, енді жақшаның ашылуымен ол минус 3х квадрат қосылған 2х минус 1 деген өрнекке ауысады. Енді амалды қолдану үшін біз ұқсас мүшелерді тауып, оларды бір-бірінен азайтуымыз керек. Сонда нәтижесінде бізде келесі көп мүше шығады. 3х квадрат қосылған 4. Осымен бітті. Назарларыңызға рахмет.